Ең үлкен қорқынышыңыз не? Ең үлкен қорқынышым мақсатқа жете алмай қалу, мұратқа жете алмай қалу. Соңғы рет кімге алғыс айттыңыз? Достарыма. Соңғы рет бір жанашыр бауырларға, достарға риясыз алғысымды айттым. Анаңызға соңғы рет қашан хабарластыңыз? Анама 1989 жылы соңғы рет хабарласқан. Одан кейін ары қарай дұғамен, Құранмен хабар айтып тұрамыз. Анаңыздың есте қалған кеңесі? Анамның кішкентай кезімнен құлағыма сіңіп қалған сөзі, әкемдікі де бар, анамдікі де бар, мен оны жүрегімнен шығармаймын ешқашан. Ол кезде мен 5-ші сыныпта оқимын. Я Алла, көрген күнімнен көрмеген күнімді жақсы қыл дейтін дұғасы болатын. Соны қайталай беретін. Күнде де, түнде де сол кәлимасы шығар деп ойлаймын, анамның аузынан тастамай айтып жүретін. Талғампазсыз ба? Енді адам болғаннан кейін адамда талғам болуға тиісті, бірақ мен өте оның соңына түсіп кеткен адам емеспін. Өзіңізді қандай адаммын деп санайсыз? Мен өзімді кәдімгі Құдай пендем деп жаратқан, осы қой ошағының ортасында келе жатқан әулие де емес, әмбие де емес, немесе қара жаяуда емес, кәдімгі қой ошағының ортасындағы дұрыс пендемін деп ойлаймын. Пендеге лайық пендемін. Атақтан бас тартқыңыз келген кезіңіз болды ма? Мен атақтан өте көп рет бас тарттым. Енді өнер адамы ретінде өте көп рет бас тарттым. Оның себептері де болды. Ал қазір міне жасымыз ұлғай қалған кезде атақ менің дәрежемді көтеру үшін керек емес екен. Атақ қоғам үшін керек. Кейбір бір түкке тұрмайтын бір болымсыз нәрселер үшін сенің сол атағың керек болады да, маған түкке керек емес ол. Ол қоғамның өзі үшін керек. Орындалмаған арманыңыз қандай? Орындалмаған армандар өте көп әлі. Өте көп. Енді сұраққа тереңдей берсең қиындап кетуі мүмкін астары. Енді әлі орындала қоймаған армандардың біреуі деп бала шағамды жетілдіруім керек, аяқтан тұрғызуым керек сол. Өзіңіз туралы көпшілік білмейтін бір факт. Енді мен туралы көпшілік бәрін біледі деп айта алмаймын. Жалпы адам туралы көпшілік бәрін білу ол да міндетті емес, одан кейін ол білуге тиісті де емес әрден кейін. Енді бұл өнерге байланысты ара-тұра ән жазатыным бар, өлең жазатыным бар, қалам қозғайтыным бар. Бірақ енді ол мен актерлық жаңағы мамандықты ұстанғандай басыбайлы онымен айналысып жатқан жоқпын. Бірақ мен бала күнімнен өлең жазамын, қалам ұстаймын, бала күнімнен ән шығарамын, бала күнімнен аңшылыққа құмармын, атқа құмармын деген сияқты. Бала тәрбиесіне келгенде қандайсыз? Мен осы бала тәрбиесінде шынымен де бұл сұрақты өзіме де қойып көрдім, қандаймын деп. Мен бала тәрбиесінде өте еркін екем. Ұлдарым болсын, қыздарым болсын, бәрімен еркін сөйлесем, бала күндерінен ашық пікірдеміз. Мен оларға бағыт-бағдар берем, бірақ өздерінің ойларымен міндетті түрде санасам. Мен әкемін, менің айтқаным болады деп өйтіп кесіп тастай алмайды екем. Бала тәрбиесінде еркінмін. Ренжітіп кейін кешірім сұраған адамдарыңыз болды ма? Көп болды, әрине. Адам болғаннан кейін бір нәрсені біліп сөйлейсің, бір нәрсені білмей сөйлейсің. Кей кезде ойланбай сөйлеп, ауыздан шығып кеткен кейбір сөздерге өкініп қалатын кездер болады. Өмір болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін талай кешірім сұрадым, ондай қателіктерім үшін жасырмаймын. Келешегіңізді қалай елестетесіз? Мен келешегімді, болашағымды мынау өзімнің
қазақы қоғамсыз, мынау Қазақстанның болашағынсыз өзімнің жеке басымды елестете алмаймын. Ал Қазақстанды алдымызда не күтіп тұрғаны мен үшін, шынымды айтайын, өте бір үлкен ғайып дүние. Сондықтан да мен болашағымды қалай елестетем деген сұраққа жауап беруге қиналамын. Ал енді болашағымды қалай жоспарлаймын деген сұраққа жауап беруге болатын еді. Осы қоғамда өзімнің осы актерлық мамандығыммен театрда болсын, кинода болсын, жүрген жерлерімде болсын, өзімнің жазу сызуым арқылы болсын, қоғамға бір дұрыс жағынан пайдамды тигізу. Және шын мәніндегі қазіргі жас жеткіншектердің, оқушылардың сонау балабақшадан бастап білімін жетілдіруге, ең болмаса мен өзімнің ой пікірлеріммен, ең болмаса қолдау арқылы, ең болмаса жаңағы бір жүрген тұрған жерде ең болмаса мына кітапты оқы, Қаныш Сәтбаевты біл, сен Міржақыпты біл, біздің ұлыларымызды біл, Абайдың жаңағы сөзіне түсініп қара, Мәшһүр Жүсіп аталарымызды деген сияқты бүгінгі қоғамда біздің қазақы менталитетке, біздің қазақтарға, бауырларымызға, қандастарымызға жетпей жатқан осы қазақылық, осы жағы менің жанымды ауыртады. Егер осыны аяғынан тұрғыза алмасақ, менің болашағым өте бұлыңғыр, ештеңеге қарамастан бұлыңғыр. Мен осыған қатты жаным күйінеді, қатты жаным ауырады. Осыған атсалыса алсам, онда мен болашағымды құрдым деп айта аламын. Аманат дегенді қалай түсінесіз? Аманат деген қазақ үшін ықылым заманнан түсінікті жағдай. Аманат деген ол қазаққа түсіндіріп отыратын дүние емес. Әлімсақтан бері қарай мұсылманбыз дейміз, әлхамдулилля. Енді сол адамзат жаратылғалы бері қазақ баласы аманатқа қиянат жасамаған ешқашан. Аманатқа қиянат жасалынған жерде үлкен ауыр жазалар қолданып отырған дін өз алдына. Діндегі аманат, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның аманатқа беріктігі және оның бізге қалдырған өсиеті айтпағанда, біздің өзіміздің қазақтың менталитетінде аманатқа қиянат жоқ. Енді аманатты қолдан келгенше, бар мүмкіндігімізше, шама шарқымыздың жеткенінше аманатқа берік болуға тырысамыз. Тәуелсіздік сөзін естігенде ойыңызға не келеді? Тәуелсіздік сөзін естіген кезде менің ойыма ең бірінші келетін біздің батыр бабаларымыздың ең бірінші осы елді, жерді қорғаған солардың рухтары бізге шат па, шат емес па, бізге риза ма, риза емес па деген. Екінші, тәуелсіздік дегенді естіген кезде кешегі әлгі Ұлы Отан соғысы, оны қояқ қой, репрессия замандарында елімді елетемін деп, жерімді кеңейтемін деп, Темірхан Медетбек ағамыздың өлеңдерінде келетін шумақтатып айтатын сөздерімен айтқандай, байыз таппай күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан қағылып жүріп, мынау қазақтың бүкіл жаппай көзін ашамыз қазақтың, осы ел жоғалып кетпеу керек, осы қазақ деген ел, қазақ деген мемлекет, ол аяғынан тік тұру керек, жетілген мемлекет, ешкімге қол созбайтын, ешкімге тізесін бүкпейтін, бас имейтін, сондай білімді, иманды және көреген ел болу керек деген менің ағаларымның оқ құшып кеткен алашордашылардың, бәйтеректеріміздің, арыстарымыздың рухы көз алдыма елестейді. Солардың рухы бізге риза ма, риза емес па? Тәуелсіздік үшін кешегі ғана 86 жылы оқ құшып кеткен көзіміздің тірісінде бәріміз бармыз. Баяғыдай қараңғы заман емес, алашордашылардың көрген қиындығындағыдай. Бәрінің көз ашық, сөйтіп отырып біз қаншама жастарды қырғынға ұшыратып жібердік.
Солардың арқасында тәуелсіздіктің жалауы желбіреп тұр. Солардың рухы риза ма бізге? Риза емес па? Бір сөзбен айтқанда, осы тәуелсіздіктің жолында жанын пида еткен біздің бауырларымыздың рухы біз туралы не ойлайды екен? Ақтай алып жатырмыз ба үміттерін? Ақтай аламыз ба жалпы? Осы мәселе мені қатты мазалайды. Ашуланған кезде не істейсіз? Ең бірінші, егер ашуланатын болсам, алдымен ойымды кімге ашуландым, адамға ма, мейлі кімге, ең бірінші соны жеңіл түрінде болса да не үшін ашуланып жатқанымды білдіру. Егер ол айтысқа қарай ұласып бара жататын болса, онда сол жерден тоқтап, ол жерден кетіп қалуға тырысамын. Қатты қуанғандағы амалыңыз? Бала күнімнен қалыптаспаған дүние, ол қатты қуанған кезде Аллаға шүкір деймін. Я Алла, сенің арқан, беруші де сен, алушы да сен деп. Одан кейін енді қазіргі біздің жасымызда қатты қуанып, немесе қатты бір қайғырып кететін жаста емеспіз, сондықтан оның бәрі. Атақ пен абыройдың айырмашылығы? Атақ деген ол бір жүрген жеріңде, тұрған жеріңде, ой, мынаның мынандай мемлекеттік атағы бар екен дейтін даңғара, даңғаза дүние ол. Ал абырой деген ол екі дүниедегі сенің амалдарың үшін, сенің жүріп тұрысың үшін жауап беретін, үлкен Құдайдың өзі ғана беретін, ол ешқашан өшпейтін, өлмейтін, бір үлкен жүрегіңнің түпкірінде берілетін үлкен бір дүние. Мен оны суреттей алмаймын, сондықтан абыройдың бағасы жоғары қашанда. Дос пен жолдас дегенді қалай түсінесіз? Енді екеуі негізі бір-бірінен сондай айырмашылығы жоқ, синоним сөздер ғой. Бірақ қазақ оны дос деген ең жақын адам, жолдас деген жолда қалады деп бөліп жарып жатады. Жалпы екеуінде қалай, жолдас деген енді қазақ мынау менің жолдасым деп айтпаған негізі. Менің түсінігімде, мен ешқандай әдеби сөздерде мынау менің жолдасым езді деген кітап оқымаппын. Мысалы үшін менің досым, немесе бауырым, ағайыным, әрқайсының аты бар. Жолдас деген, товарищ деген орыстың тілінен бізге диалектикалық не аударылып солай кіріп кеткен. Сондықтан қазақ үшін дос деген біреу ақ. Ал достық, мынау менің досым деп айту үшін ол көп сынақтан өту керек бір-біріңмен, сонда сен досым деп айта аласың. Жалпы жау іздемейтін адаммын өзімнің табиғатымда. Сондықтан досым деген адамды мен досым деп қабылдаймын. Соңғы оқыған кітабыңыз? Соңғы оқыған кітабым мынау Шығыс жұлдыздары. Өзімнің ізденістеріме байланысты мынау Ләйлі Мәжнүн, Боз жігіт, Жүсіп Зілиха, Сейфіл Мәлік, осы кітаптарды, одан кейін жаңағы өзімнің мамандығыма байланысты біраз Али Баба, біраз пьесалар, сондай бір нелерді соңғы қайталап оқып шықтым. Одан бөлек енді бір вестерндер, мына Қаныш Сәтбаевты дәл қазір оқып жатырмын. Бұрын неге оқымағанмын деп таңғалып. Алғаш рет қанша теңге жалақы алдыңыз? Алғаш тапқан жалақымды мен 5-ші сынып оқып жүрген кезде, сол кезде біздің ауылда жүгері дейді, бізде бұршақ деп атайды, бұршақ егетін. Соны мектептің оқушылары жаңағы бүйтіп бір-біріне жақын жиі орналасып кеткен бұршақтардың, жүгерілердің арасындағы қалың болып кеткен жерлерінен біреу екеуін алып, арасын 5 сантиметрден, 10 сантиметрден сөйтіп қалдырып теретін. Соған Совет өкіметінің кезінде ақша төлейтін. 5-ші сынып кезімде сол, 3-ші сынып кезімде алма теріп ақша тауып көрдім. Олардың бәрі енді сондай бір атап айтатындай үлкен ақша болмаса керек. Есімде әкем менің сендерге ақша беріп жатыр екен деп шешем екеуі шай ішіп отырғанда күліп, сендерге ақша беріп жатыр екен, келіп алып кетсін деп айтты деп. Сонда мен ақша алуға контор деп айтады ғой кезде, колхоз председательдері отыратын кеңсеге барып,
елмен бірге ең соңында тұрып, енді менен басқа балалардың әке-шеше салып жатыр сол жалақыны. 3 сом сонда менің алғаным. 3 сом. Содан алып келіп, жаңағы мақтанып өзімше әке-шешеме көрсетіп, мамама бердім. Одан кейін берген ақшамды 1 сомын өзім сұрап алдым дағы. Сосын көрші қолаңмен бәріміз балаң жақсы көретін лимонад, коржик, консерві солар ішіп жеп тойлатқанымыз есімде. 3-ші сынып, 5-ші сынып әйтеуір ең алғашқы табысым. Соңғы рет кіммен ұзақ телефон арқылы сөйлестіңіз? Мен телефонмен ұзақ сөйлеспеймін негізі. Өте сирек жағдай. Білмеймін соңғы кезде кіммен ұзақ сөйлескенімді. Бақытсыздыққа бастар жол? Бақытсыздыққа бастайтын жол басыңдағы бақытты бағаламау. Яғни Құдайдың берген, мөлшерлеп берген, өлшеммен берген, сынақпен берген әрбір дүниесін бағаламау. Мейлі ол дүниең болсын, әйел бала-шағаң болсын, басыңдағы үйің, өзіңнің күйің болсын, осыны бағаламау, ол бақытсыздыққа алып баратын төте жол. Алладан сұрайтын ең қымбат тілегіңіз? Алладан саналы ұрпақ, иманды ұрпақ сұраймын. Ұрпағым үшін сұрайтыным, өзім үшін сұрайтыным иманмен өлу. Сіздің ақиқатыңыз? Бұған бұлай жауап берсем бола ма? Мысалы, ешқашан бұзылмайтын деген сөзіңіз ұнап тұр. Мен осы ертеректе, тіпті бір 20-30 жыл бұрын ойламаған жерден тура өстіп бір журналист сұрақ қойды. Өміріңізде өзгермейтін 3 нәрсені айтыңызшы деп. Сонда Алла аузыма сөз салған сияқты, өмірімде ешқашан өзгермейтін ақиқат. Мен әкем Рысбайдан, анам Нұриханнан туылғаным, солардың балалары болу, солардың ұрпағы болу, солардың сенімін ақтау өзгермейтін ақиқатым. Екіншісі, мен осы жер бетінде мейлі жақсы болсын, мейлі жаман болсын, қазақ болып туылғаным үлкен бақыт. Бұл өзгермейтін, ешкімге, ешқандай жапон, ешқандай неміске айырбастамайтын менің ақиқатым. Әлгі Пушкиннің бір керемет сөзі бар екен: «Я ненавижу свой народ, но когда об этом говорит другие, я перегрызу его глотку» дейді. Шынымен де, енді қандай жағдай болсын, мен өзімнің ұлтымды сүйем, өзімнің қазақ болғанына қуанам, ақиқат. Үшіншісі, ол әрине Алла тағала әлімсақтан мұсылман етіп жаратқан пенделердің ішінде болғаным, Алланың құлы, пайғамбар Мұхаммед с.а.в. үмбеті болғанымыз, бұл ешқашан өзгермейтін ақиқат. Осы 3 ақиқат менің өмірімнің өзегі, 3 тұғырым менің.